Неке ол ардақты пайғамбарымыздың асыл сүннеті. Адам мен адам тағдырлас болып, табысып, үйленеміз деп шешім қабылдаған уақытта неке қиылады. Ал некенің өзіндік бір шарттары бар. Сол шарттың бірінде ол өмірлік болу керек, және жария болу керек деп айтылады. Біреуден тығылып, ешкімге айтпай, өздерімен өздері неке қиып, уақытша тұра тұрайық, көрсек арамыз жарасса тұрып кетерміз, жараспасақ ажыраса салармыз деген ниетпен үйлену ол дұрыс емес. Некеде ол осы адамды бақытты қылам, немесе осы адаммен бақытты болам деп, оны бірінші ата-анасына айтып, некенің шарттарына сай куәгерлермен неке қиылып, ағайын тума туыстың алдында жария қылып үйлену керек. Ол пайғамбарымыз сүннетіне сай қиылатын неке рәсімі. Ал біреумен уақытша тұру, олмен уақытша көңілдес болып жүру, ол дінде дұрыс емес. Өйткені дінде зина деген термин бар. Ол некесіз адамдардың бір-бірімен қосылуы, тіптен некесі жоқ ер мен әйелдің бір-біріде қалуы, жанында махрамсыз көшеде жүруі ең жеңіл нәрсе болған арам болса, ал некесіз бір адаммен уақытша тұру, немесе уақытша неке қиып алу, ол мүлдем шариғатта дұрыс емес. Сол үшін де уақытша некеден сақтанып, некенің шарттарын біліп, үйленем деген адамыңызбен ата-анасының алдынан өтіп, оны жария қылып, қуанышпен бөлісіп, осы некенің пайғамбардың сүннет екендігіне дәлел болатындай жария қылып неке қиылу керек.